Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен дәмді әрі оңай дайындалатын мохитоның рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге мохитоны дайындайтын эско немесе барбадос сиробы қажет болады. Дәміне қарай өздеріңіз жеміс-жидектерді қоса бересіздер. Мен лайм мен апельсинді қостым. Бұдан бөлек мята және де лимон қоссаңыздар болады. Барлық жемістерімізді осылай кішірек етіп турап аламыз. Жемістеріміздің барлығын турап болғаннан соң графинімізге салып аламыз. Енді сиробымыздан 4 қасықтай қосамыз. Егер де тәттірек болсын десеңіздер, одан да көп қоссаңыздар болады. Және де бізде салқындық беру үшін мұзымызды да қосамыз. Барлығын графинімізге салып алған соң салқын сарыағашты немесе спрайт сусынын үстіне құямыз. Сарыағашты құйып болған соң қасықпен бірнеше рет араластырып жібереміз. Мінекей бізде мохито сусыны дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Өз отбасыңызды тек қана дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер.